Бәріне сәлем. Теміртауда 3 сәулет ескерткіші бар екенін сіздер білесіздер. Біз өткен шығарылымда балалар және жасөспірімдер театры туралы айттық, ал бүгінгі әңгімеміз Теміртау мәдени сарайы туралы. Ғимарат 1972 жылы КСР-ның 50 жылдығы атындағы металлургтер мәдениет және техника сарайы болып өзінің есіктерін айқара ашты. Сарайдың әрленуі РСФСР-дің еңбек сіңірген суретшісі Борис Тальбергтің жетекшілігімен жүргізілді. Сарайдың фризі егінші, металлург, құрылысшы, жауынгер және ғарышкердің бейнелерімен горельефтік маскамен әрленген. Қасбетінде 8 метрлік монументалды еңбекті бейнелейтін жұмысшы әйелдің мүсіні орнатылған. Бұл трагедияның музасы Мельпоменаның мүсіні деген нұсқа бар. Мүсіннің авторы да Тальберг. Барлық композиция еңбекке даңқ деп аталады. Ол мәдениет сарайын ашылғаннан кейін ғана орнатылған. Сарайдың бүйірі мен қасбетінде еңбекті Теміртау және ғарыш мозаикалық панно орналасқан. Оның авторы КСР суретшілер одағының мүшесі Борис Милюк. 2000 жылы Қарағанды облысының әкімшілігімен Теміртау мәдениет сарайының ғимараты сәулет ескерткіші деп танылып, мемлекеттік қорғауға алынады. Келесі шығарылымымызда мемлекеттік қорғауға алынған тағы бір мәдениет ғимараты туралы айтамыз.